Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Логика құны шеберлік сабақ тақырыбы қалдық және период бірінші, екінші деңгей. Қарағанды қаласы номер 30 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Хасенова Әдемі Бейсенбаевна. Қарағанды қаласы номер 32 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Күзембаева Ляззат Дүйсенбаевна. Бүгін біз сіздермен қалдық және период әдісі арқылы логикалық есептерді шығару жолын талқылаймыз. Осы әдіс арқылы логикалық тапсырмалар орындау арқылы ұстаздардың жан-жақты ойлауына жағдай туғызамыз. Танымдық қабілеттерін дамытып, белсенділіктерін арттырамыз. Ендеше құрметті әріптестер, сіздерге алдымен ой шақыру тапсырмасы ұсынамыз. Сурет бойынша жасырынған затты табыңыз. Яғни мына жерде зат тұрады, сол заттың орнына қандай цифр бар екенін тауып аламыз. Ендеше мінекей шешуінде 10-ға 10-ды 3 рет қосамыз тең 30 болады. 10-ға 5, 5, 5, 20, 5 қосу 2, қосу 2 тең 9, 5 қосу 1, көбейту 10 тең 15. Жасырылған зат 15. Қалдық және период әдісімен есептер шығару. Ендеше қалдық дегеніміз не, период дегеніміз не, соны анықтап алайық. Мына жерде сіздердің алдарыңызда сандар қатары берілген. 1, 2, 3, 5, 7. Осы сандар бірнеше рет қайталанған. Яғни 2018 санды табыңыз. Бұл жердегі периодты анықтаймыз. Период дегеніміз 1, 2, 3, 5, 7. Ал енді осы 2018-ді осы 5-ке бөлеміз. Сонда 403 қалдық 3 болады. Яғни 1, 2, 3, 5, 7, 403 рет қайталанады. Яғни 5 периодты 403-ке көбейткенде 2015. Яғни 1, 2, 3 дегеніміз ол 3 қалдық. Мінекей, алдарыңызда көріп тұрғандай. 1, 2, 3, яғни 3 қалдық. Сол 2015-ке 3-ті қоссақ 2018. Жауабы 2018 сан 3. Яғни практикалық бөлім бірінші тапсырма. Төменде берілген фигуралар тізбегіндегі 37-ші орында қандай фигура тұрғанын анықтаңыз. Ол үшін біз осы алдымен тізбектегі фигураларды санап аламыз. Одан кейін қайталанып тұрған сандар 5-еу, яғни 1, 2, 3, 4, 5. Осы период 5, 37-ні 5-ке бөлеміз, 7, 2 қалдық. Яғни осы қатарда 7 рет, 9 рет қайталанады. Содан кейін 8-ші қатардың екінші фигурасынан кейін тоқтағанын білдіреді. Сондықтан екінші тұрған фигура шаршы болса, яғни мінекей шаршы, жауабы шаршы. Екінші тапсырма. Төменде берілген суреттер тізбегіндегі 149-шы орында қандай сурет тұрғанын табыңыз. Яғни мына жерде аңдар қайталанып берілген. Аңдарды санап аламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 деп қайталап санап аламыз. Одан кейін келесі 149-шы қай аң тұрғанын анықтаймыз. Ендеше жауабында осы 149-ды 5-ке бөлеміз. 5 дегеніміз мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5-ке бөлдік, 29 қалдық 4. Қалдық 4 дегенді санаймыз. 1, 2, 3, 4, яғни аю. Жауабы 149-шы орында аю тұр екен. Енді үшінші тапсырма. Бұл жерде зерделі 2025 оқушы. Зерделі 2025 оқушы деген жазба осы ретпен қайталанып жазылған. Яғни 199-шы орында қай әріп, немесе қай сан тұрғанын анықтаймыз. Ендеше бұл жерде 17 символ бар екен. Зерделі 2025 оқушы жазбасында 17 символ екен анықтап аламыз. Осы ретпен 199-ды 17-ге бөлеміз, 11 қалды 12. Енді осы басынан бастап санасақ 12-ші орында қайсы тұр? О әріпі тұр екен. Жауабы О әріпі. Төртінші тапсырма. Зерделі 2025 ұстаздар жазбасы осы ретпен қайталанып жазылған. 2025-ші орында қай әріп немесе қай сан тұрғанын анықтаймыз. Ол үшін шешуінде 2025-ті 19-ға бөлеміз, 106, 11 қалдық. Жауабы 5 саны. Бесінші тапсырма. Төменде берілген фигуралар 5 рет қайталанса, барлығы неше фигура бар? Шаршы қай орындарда орналасқан? Ендеше шешуінде 4-ті 5-ке көбейтеміз, яғни 20 фигура бар. Шаршы 3-ші орында тұр. Ендеше 3-ке 4-ті қосамыз, 7. 7-ге осы 4-ті қосамыз, 11. 11-ге 4-ті қосамыз, 15. 15-ге осы 4-ті қосамыз, 19. Жауабында шаршы
3-ші, 7-ші, 11, 15, 19-ші орындарда орналасқан. Барлығы 20 фигура. 6-шы тапсырма. Төменде берілген фигуралардың реті 7 рет қайталанса, барлығы неше фигура бар? 5 бұрыш қай орында орналасқан? Шешуі 4 көбейту 7, 28 фигура бар, барлығы 28 фигура. 5 бұрыш 4-ші орында тұр. Ендеше 4-ке 4-ті қоссақ 8, 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ге 4-ті қоссақ 16, 16-ға 4-ті қоссақ 20, 20-ға 4-ті қоссақ 24, 24-ке 4-ті қоссақ 28. 5 бұрыш 4, 8, 12, 19, 20, 24, 28 орындарында орналасқан. Барлығы бізге берілген фигура 28. 7-ші тапсырма. Наурыз мерекесіне қызыл, сары, көк, күлгін түсті шарлар дәл осындай ретпен ілінді. Барлығы 30 шар. Ілінсе, 22-ші шар қандай түсті болғаны? Шешуі 22-ні 4-ке бөлеміз. 5 сан шығады, 2 қалдық. Екінші тұрған сан екенін қалдық бойынша тауып алдық. Ендеше ол сары түсті шар. 8-ші тапсырма. Наурыз мерекесіне қызыл, сары, көк, күлгін түсті шарлар дәл осындай ретпен ілінді. Барлығы 30 шар ілінсе, 29-шы шар қандай түсті болғаны? 29-ды 4-ке бөлеміз. 7 саны 1 қалдық шықты. Екінші тұрған сан екенін қалдық бойынша тауып алдық. Ендеше ол қандай шар? Қызыл түсті шар. 9-шы тапсырма. 1, 3, 5, 7, 9 сандар қатары берілген. Осы қатардың 48-ші тұрған санын табыңыз. Периодты анықтап аламыз. Қайталанып тұрған сандар саны 5, 48-ді 5-ке бөлеміз. 9, 3 қалдық. Үшінші тұрған сан 5. Ендеше жауабы 5 саны. 10-шы тапсырма. 1, 3, 5, 7, 9 сандар қатары берілген. Осы қатардың 99-шы тұрған санын табамыз. Жауабы шешуі 99 бөлу 5 тең 19 қалдық 4. Ендеше 4-ші тұрған сан ол 7 саны. Жауабы 7 саны. Семинарға кері байланыс жасаңыздар.